Намазда ойыңыз бөлініп кете ме? Онда осы видеоны соңына дейін қарап шығыңыздар. Және де видео басталмас бұрын каналға тіркеліп лайк басып, комментарий жазуды және де достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Ал бастайық. Намазды түсініп оқу, сүре мен дұғаларды жаттау ғана емес, мағынасын білу, иманды жаңарту, тілді калимаға жиірек келтіріп, Алланы еске алу, намазға әдемі таза киім киіп, хош иісті майлар қолдану, дұға жасау. Раббым, мені және ұрпағымды намазды толық орындаушылардан ет. Раббымыз, тілегімді қабыл ет делінген Ибрахим сүресінің 40 аятында. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам намазға барарда оқыған мына дұғасын оқу. Ей Алла, жүрегімді нұрландыр, тілімді нұрландыр, құлағымды нұрландыр, жанарымды нұрландыр, және маған үстімнен нұр бер. Астымды нұрландыр, маған оң жағымнан нұр бер, маған сол жағымнан нұр бер. Алдымды нұрландыр, артымды нұрландыр, ішкі дүниеме нұрды жайластыр, және мен үшін нұрды ұлы ет, мен үшін нұрды үлкен ет, маған нұр ендір, мені нұр ет. Ықыласты арттыру, соңғы намазың іспетті оқу, сәжде жасағанда маңдайың тиетін жерге қарап оқу, көзді жүгіртпеу, намаз алдын тісті мисуакпен тазалау, намазға көтеріңкі көңілмен бару, әлемдердің Раббысымен кездесу деп түсіну, сүрелердің, дұғаларды жаңартып тұру, намаз оқитын жердің тазалығын қадағалап, намазға кедергі келтіретін факторларды жою. Алла тағала баршамыздың құлшылық ғибадаттарымызды қабыл етсін. Әмин. Егер видео пайдалы болса, каналға тіркеліп лайк басып, достарыңа таратуды ұмытпа. Алла разы болсын саған.